Сәлем достар, бүгін сіздермен қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, суымызды құйып, үстінен шым-шым тұз саламыз. Және де ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Ұн әркімде әрқалай 700-800 граммдай шығуы мүмкін. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен қамырды июі қанғанша жақсылап ысып алдым. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді оны бөлме температурасында 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, теңдей бөліктерге бөлеміз. Және де оларды осындай дөңгелек пішіндерге келтіріп, шетінен жаямыз. Қамырды қатты қалың немесе қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Барлық қамырларымызды жайып алып, үстінен осылай бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағамыз. Жұқалау етіп жағыңыздар. Сармайдың проценті жоғары болса, қатпарлы болып шығады қыздар самсаларыңыз. Осылай бірінші қамырдың үстінен екінші қамырымызды жайып, оның да үстінен сармай жағып шығамыз. Және дәл солай үшінші қамырымызды да жайып, осылай ораймыз. Қамырды тығыз қылып ораңыздар. Және де осы қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағат көлемінде жібереміз. Арасына майы сіңіп, қамыр жақсы дайын болу үшін. Қамыр дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Мен салмасына фарш және де оның үстінен пияз бен картоп қосамын. Сіздер өз қалауларыңызша басқа нәрселер қолдансаңыздар болады. Мысалы, асқабақ, тауықтың еті деген сияқты. Өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тұз, бұрыш және кристалликті қостым. Енді дайын болған қамырымызды алып, оны бірнеше кішкене бөліктерге бөлеміз. Өздеріңіз қалайсыздар, солай бөліңіздер. Мысалы, мен самсаның кішкентай болғанын қалаймын, сол үшін кішкентай бөліктерге бөлемін. Ал сіздер самсалардың үлкен болғанын қаласаңыздар, үлкенірек қылып кессеңіздер болады.
және де қамырларымызды дәл осылай ортасынан жаямыз. Сонда самсаларыңыз қатпарлы болып шығады, достар. Барлығын осылай дайындап алып, қамырларымызды жайып, салмасын саламыз. Қамырын жайғанда оны қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Салмасын салып түйеміз. Мен самсаны үшбұрышты етіп түйдім. Сіздер қалауларыңызша әртүрлі өрсеңіздер болады, немесе басқаша гүлді қылып, әртүрлі қылып түйсеңіздер болады. Осылай барлық самсаларымызды түйіп шығамыз. Пешке саларда олардың бетіне жұмыртқа жағып, бетін әрлеу үшін мақ қостым мен. Сіздер өз қалауларыңызша ақ немесе қара күнжіт қоссаңыздар болады. Тіптен еш нәрсе қоспасаңыздар да самсаларыңыз керемет болып шығады. Енді бұл самсаларымызды 180 градуста 30-40 минутқа салып аламыз. Міне, достар, қатпарлы керемет самсаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерде де керемет самсалар шығады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!